I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall. Бәріміз тамашалаймыз. Ойынның аты қымбат ағайындар, жеміс жидектер деп аталады. Шешімге көп керек емес. Бір шардан алайық. Асықпаймыз. Мен айтқанша асықпаймыз. Шарды аламыз. Кеткенеке. Қошемет ата-аналар. Сұрақ қандай? Алғашқы рет гүлді кімнен алдың? Алғашқы рет гүлді кімнен алдыңыз? Меліс деген класстасым болған сол. Алғашқы рет гүлді кімнен алдың? Кімнен алдың? Меліс деген класстасым. Сендер прямо меліс жоқ екен мына жерде. Сізді бәрі сұрақ осындай, кімнен алдыңыз? Мелістен алдым. Мелістен ақ қой бәрекелді. Меліске дұғай сәлем айтайық. Мелістен ақ үшеуі, біреу ғана дидардан. Келесі. Олай болса, 5-ке дейін ақ санаймыз. 5-ке дейін кім бірінші ақ біледі? 3, 2, 1, кет. 1. 1 жарым. 2. Әнеке бір шардан алайық. Асықпаймыз. Бір шардан. Дайынсыздар, асықпаймыз. 3, 2, 1, кет. Тез. Сізде үйде анаңыз қалай еркелетеді? Жаным дейді. Ал сізді ше? Бізде тек үйге қонақ дегенде. Жаным сары бөбем, менің сарым естеді. Дұрыс па? Жалпы жастардың командасысыздар. Бұған 21-ші ғасыр, оңғанан 20-ші ғасыр. Сондықтан да дәл қазір ұстаздар пацандармен жарысамыз қазір. Оған кішкене реппен салып айтасыздар ағайын. 2001-лер қайда? Қошеметін көрмей, ата-аналар келгенде, шағалақты бұрамыз шақ. Берекет олай болса, дәл қазір осы темппен жаңа айтқан тақпақтарыңызды осыдан салып айтасыздар. Бір тақпақ өлеңісі болады кен бөлі. Ақындар айту керек, өміртай дайынбыз ба? Олай болса, 2001-лердің қошеметі көрінбейді. Дәл осы жерде бәріміз қошемет салғайық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, қоңырланып бос нәрсеге, ойнап босқа күлуге. 2001-лер! Келесі раундқа Алматының түндері деген әнді білесіздер ғой? Алматының түндерін айфаған ай отыр партада деген сол сияқты сіздер осы әнге келістіресіздер. Ай отыр партада, екі қолы от қалтада. Апай сабақ сұраса, ай от, ұзаққанды басқара. Швед музыка.
кешкі жыны өртеде дәулет деген Индияның ең беделді бай адамының екі қызы болыпты. Оның бірінің аты Зита, бірінің аты Гита. Ең соқ тұрып отыр ағайын. Өтен алып қалғаны осылайша қайын жүріп кетті. Сонша ол жел соғы бастады. Бұл екеуінің қыздарына менеп жүрген көрген әке екі баланы алдына шақырып алады. Жүгірмектің басқа кетті. Сол кезде әкесі бұлай деп оларға ұрсады. Сендер ма менің қыздарыммен жүрген? Жәндерін шығарам, құлақтарын кесіп алам. Алып түседі. Мама, Әке ұрмаңызшы. әке ұрмаңызшы. Сол кезде Зита мен Гита жылап екі жігіттің қасына келеді. Сол кезде жылап тұрып былай деді. Жаңбыр жауар себелеп деп жылайсың. Жаңбыр жауар себелеп. Басын сипа, сипаны, екі қолына сипа. Гүлге қонар көбелек. Гүлге қонар көбелек. Тақпақ айтпа, дұрыстап айтсаң. Гүлге қонар көбелек. Гүлге қонар көбелек. Күлмейміз жылап. Гүлге қонар көбелек. Елдің сүйгені тірі жүр ғой. Елдің сүйгені тірі жүр ғой. Елдің сүйгені тірі жүр ғой. Неғып өлдің сүмелек. Неғып өлдің сүмелек. Жаным, өлмеші. Жаным өлмеші. Стоп, басынан айтамыз. Жаным өлмеші. Өлсең қайтып келмеші. Өлсең қайтып келмеші. Деп басынан бір ұрыпты. Чай болса. Сол кезде, сипап тұрған кезде аспаннан жаңбыр жауыптады. Жел соғып сол жаңбырдың тамшыларынан екі Етқұм мен Шахрухан ояныпты. Дәулет әкесі келіп, қыздарға, жастарға өзінің ақ батасын беріпті. Бақытты болыңдар, не дейміз басқа? Сол үшін ақысы, аумин деп. Сол кезде төрт жас Индия әлемінің ең мықты жұбы болып ортада халықтың жаңбыры мен желімен индийский биге